Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан самса жасаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Алдымен қатпарлы қамыр дайындаймыз. Оған ыдысымызға сүт, су, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жұмыртқа, дрожж, ұн салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Араластырып болған қамырды қолымызбен илейміз. Илеп болған қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Кемін алған қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, видеодағыдай ыдысымызға жинаймыз. Бірнеше бөлікке бөлінген қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз, және де оны ыдысымызға бірінің үстіне бірін жинаймыз. Арасына бөлме температурасында ерітілген сары майды жағып шығамыз. Текшелеп жинап болған қамырымыздың бетін салафан мешокпен жауып, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Қамыры дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: жуа, асқабақ, тартылған ет, сиырдың іш майы, және дәміне қарай тұз, бұрыш салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Тоңазытқыштан шығарған қамырымызды оқтаудың көмегімен тегістеп жаямыз. Жайған қамырымыздың үстіне қалған сары майды жағып шығамыз. Қамырымызға тегіс сары майды жағып болғаннан кейін рулет сияқты орап шығамыз. Оралған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлген қамырларды досканың үстіне жинап шықтым. Самсаның қамыры дайын болды. Енді оны оқтаудың көмегімен жайып, ортасына қасықпен салмамызды салып, қолымызбен бүгіп шығамыз. Бүгілген қамырымызды пештің ыдысының ішіне жинап, щетканың көмегімен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне әдемілік үшін ақ және қара күнжіт сеуіп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Достар, самсамыз дайын болды. Самса қатпарлы әрі дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Абайдың Айнұры. Келесі видеоларда кездескенше.